оқырмандарым, қонақтарым, бүгін менің эфирімде сіздер менің өнерімді тамашалайсыздар. Қазір ойнайтын күйім Құрманғазының күйі «Ұзақ Ақшелең». Құрманғазы өзі ұстазына арнап «Ұзақ Ақшелеңді» шығарды. Бірақ кейбір зерттеушілеріміз «Ұзақтың күйі «Ұзақ Ақшелең» деп атайды. Бірақ бізге Құрманғазының күйі «Ұзақ Ақшелең» деп келді. Қазір мен сіздерге «Ұзақ Ақшелеңді» тартып бердім. Ал келесі күйіміз Қазанғаптың Ақшелеңі. Қазанғап өзі 62 Ақшелеңді шығарды. Осы адамның денесінде 62 тамыр бар екенін білесіздер. Оны иету, жүйету, әрбір районның күші жетпейді. Сонда Қазанғап атамыз 62 Ақшелеңді шығарды. Қазір мен сіздерге 62 Ақшелеңнің біреуін орындаймын. Ал келесі күйіміз Сүгірдің күйі Қаратау шертпесі. Сүгір өзі Созақ ауылында Қаратау өңірінде өмір сүрген. Сонда Қаратау өңірін зерттеп, оны бейнелеп, осы күйді шығарған. Ол Сүгір Қаратау шертпесі деп аталған. Қазір мен сіздерге оны орындап беремін. Қабыл алыңыздар.
Қошар өзі жолшыбай келе жатып, бір киіз үйге кіреді. Сонда киіз үйге кіріп қонақ болып су сұрайды. Сонда ішіндегі қыз оған су да бермейді, шай да бермейді. Өйткені оның жұмысы көп. Қыз айтты: сен маған өнеріңді көрсетпесең, мен саған су бермеймін дейді. Сонда Қошар атамыз ішіндегі домбыраны алып, домбыраны тарта бастайды. Сонда қыздың шешесі келіп, оған тиісе бастайды: сен үстіңгі шекті баспайсың. Осы мен кішкентай кезімде кербез керек деген киімді орындаймын қазір. Содан зерттеушілеріміз Қошардың күйі кербез керек деп есептеді. Қазір мен сіздерге оны орындап беремін. Ал келесі күйіміз Еспайдың күйі теріс қақпай. Оның тарихын сіздерге қысқа айтып берейін. Осы үш ананың тартысы деген аңыз бар. Осы теріс Еспай және Наушақыз және Тоғызбай деген күйшілер күй тартысады екен. Бірінші Тоғызбай, екінші Наушақыз, ал үшінші Еспай болады. Наушақыз бен Тоғызбай ойнап өткен соң Еспайдың күй тартып береді. Сонда Еспай айтады: сендер дайындап келген күйлерді ойласаңдар, мен осы жерде өзімнің шығарған күйімді ойнаймын дейді. Сендер оң тартыста ойнасаңдар, мен теріс тартамын дейді. Сонда Еспай атамыз халықты таң қалдырады екен. Қазір мен сіздерге Еспайдың күйі теріс қақпайда ойнап беремін.
жеңіс. Ата айтып отырғандай, біз ұлы отан соғысында жеңіске жеткенде Мұрат Үскінбаев жеңіс деген күйді шығарды. Қазір мен сіздерге оны орындап беремін. Ал келесі күйіміз Дайрабайдың күйі Дайрабай. Дайрабайдың көп қызықты оқиғалар көп. Өзі күйші болып өз туралы күй шығарады. Өзі қайда барса да өз таныстарының күйді орындайтын. Қазір мен сіздерге Дайрабайдың күйі Дайрабайдың ойлап беремін.
Ал келесі күйіміз Соқыришаның күйі Соқыриша. Ишан өзі байдың қызына ғашық болып қалады. Бірақ бай оған қызын бермейді, өйткені ол кедей болған. Сонда бір күні Ишан байдың қызын ұрлап кетеді. Ұрлап алады. Сонда бай өз уәзірлерін апарады. Сонда уәзірлері оны ұстап алып, оны қамшымен ұра бастайды. Сонда қамшының ұшы Ишанның бір көзіне тиіп кетеді. Сонда халық оны Соқыришан деп атап кеткен. Қазір мен сіздерге Соқыришаның күйі Соқыришанды ойнап беремін. Қабыл алыңыздар. Ал келесі күйіміз Тәттімбеттің күйі Қосбасар. Өзі 40 болын Қосбасар деген сөз бар. Өзі Қосбасар неге атаған? Өйткені кейде екі шекті қос басып ойнаса, соң Қосбасар деп атаған. Қосбасардың көп түрі бар. Соң қазір сіздерге 6-шы Қосбасарды ойнап беремін.
Ал келесі күйіміз Нұрғиса Тілендиевтің күйі «Аққу». Аққу өзі үш мекенді құс. Өзі аспанда, суда және жерде мекендейді. Өзі махаббат құсы деп есептеледі. Осы Нұрғиса Тілендиев атамыз «Қыз жібек» фильміне арнап «Аққу» күйін жазған деседі. Қазір мен сіздерге Нұрғиса Тілендиевтің күйі «Аққуын» ойнап беремін. менімен болғаныңызға көп рахмет. Келесі кездескенше.